Енді бірінші этап бойынша айтып кететін болсақ, ол стратегия на миллиард. То есть бұл этаптың мақсаты өз нарығыңыздың макроэкономикасын түсініп талдай білу. То есть жоғарыдан қарай білу ғой, бағана айтқан мышление рынком. Бұл этап жалпы қадамдары бар. Опять же, технология 5 этаптан тұратын болса, әр этаптың өзінің қадамдары бар. Енді стратегия деген не деген сұрақ жауап беретін болсақ, ең оңай, ең қысқа объяснениесі, стратегия бұл ең маңызды нәрселерге назар аудару болды. Оны қиындатудың қажеті жоқ. Яғни, қандай заттарға назар аударамыз? Біріншіден миссия, екіншіден видение, үшіншіден анализ рынка, төртіншіден варианты масштабирования. Болды. Осы 4 нәрсені түсінсеңіз, сіздің уже стратегияңыз басыңызда автоматически қалыптасады. Оны бір қиындатып, ойбай стратегия деген сөзден шошудың қажеті жоқ. Осы 4 нәрсені түсінсеңіз, автоматты түрде басыңызда тық орнына тұра қалады. Енді айта кетейік, бір түсіндіріп кетсек, миссия дегеніміз не? Опять же, қиын сөз емес. Бұл просто сіз өзіңіздің ісіңізбен қандай ниетпен айналысып жүрсіз. Просто ақша табу ма, әлде үлкен нарықтағы үлкен проблеманы шешу ма? Екеуі екі түрлі ниет. Енді мысал ретінде айтып кететін жоқ, мысалға Марғұлан Калиевич Сисенбаев қасында 2 жыл жүргеннен кейін біраз жаңағыдай миссиясын айта кетейік. Ол кісінің ниеті, то есть икигай деп өзі көп айтады, ол адамдарды эффективностьқа үйрету. Ал енді екінші позиционированиесі, то есть узкая специализациясы ол кісінің, ол практическая мудрость и эффективные стратегии. Енді осы қараңыз, ниетпен мынау узкая специализацияны қосқан кезде миссия шығады. Сонда практикалық даналық, практикалық мудрость пен эффективный стратегия арқылы адамдарды эффективностьқа үйрету. Болды. И дәл сол сияқты Жексен Васильевичтің мысалын келтіріп кетейік. Ол кісінің ниеті елдің бизнес элитасын қалыптастыру. А ол кісінің узкая специализациясы, то есть позиционированиясы, да, правильный менеджмент. Сонда осы екеуін қайтадан қосқан кезде миссияның формуласы шығады. Оп-оңай. Дұрыс менеджмент арқылы елдің бизнес элитасын қалыптастыру деген миссиясы әдемі шыға қояды. Енді осы нәрсе бағана айтып кеткен, үлкен нарықтағы үлкен проблеманы шешу деген осы. Енді келесі видение, опять же қиын нәрсе емес, бұл просто идеальная картина будущего. Еще проще айтатын болсақ, сіз жобаңыздан не күтесіз? Біріншіден, просто самозанятый болу үшін айналысып жатсыз ба осы жобамен? Әлде жылдам ақша табу үшін ба? Одан кейін либо тұрақты табыс көзі қылу үшін, то есть дойная корова дейді, дойная корова қылу үшін айналысып жатсыз ба? Әлде капитализация ма сіздің видениеңіз? То есть компанияңызды мықты дамытып, кейін компанияны как продукт ретінде сату ма? Қараңыз, бұл 4 видение әртүрлі. Әркімнің таңдауы, әркімнің осы сұрақтарға жауабы әртүрлі. Бірақ дұрыс емес жауап жоқ. Естеріңізде болсын, дұрыс емес жауап жоқ. Просто осы жауаптан әрі қарай сіз бизнесіңізді қалай дамыту керек деген стратегиясы әртүрлі болды. Енді анализ рынкаға келетін болсақ, опять же, оп-оңай, нарықты просто төмендегі критериялар бойынша талдап шығамыз. Ең бірінші структура рынка, то есть нарықтың құрылымын талдау керек, то есть анализировать ету керек. Не үшін? Қазір түсіндіріп кетемін. Нарықтың құрылымы деген не? Мысалға, бір үлкен нарық бар дейге, балалар заттары, детские товары. Оның ішінде сегменттерге бөлінеді. Мысалға там дәрілер, ойыншықтар, киімдер деп. Ал ол сегменттер еще нишаларға бөлінеді. Жаңағыдай праздникке киетін киімдер, витаминдер деген сияқты. Түсіндіңіз бе? Мынау нарықтың құрылымы сіздің былай айтқанда, бизнес жүргізетін военный действиядағы карта сияқты ғой. Мына жерде тау бар, мына жерде кішкентай тау бар деген сияқты. Сіз картаны үстінен қарай аласыз да, нарықты структурасын анализ жасаған кезде. Екінші пайдасы, сіз әр нарықтың сегментінде, нишасында қандай мықты игроктар отыр, соны түсінесіз. Осы жерде еще түсіну керек нәрсе, монополист деген тема бар, көп естіген шығарсыздар. Егер де бір компания, бір үлкен нарықтың 20%-нан жоғары алып жатса, значит ол компания почти что на монополист. А монополист бар, рынокты консолидировать етіп алған компаниясы бар, игрогі бар рынокта, уже чуть-чуть басқаша стратегиямен кіру керек та. В лоб кіре алмайсың мына жерде. Вот сол үшін қажет. Екіншіден, объем рынка обязательно анализировать ету керек вопрос. Ол дегеніміз ол, бір жылда сіздің нарығыңызда количество сделок, осы нәрселермен анализировать ету болады. Неше сделка болады, қанша клиент бар, средний чек қандай рынокта. И төртінші, самый важный нәрсе, ол количество денег. То есть сіздің нарығыңызда қанша ақша бар. То есть бұл сұрақты сіз анализировать ету арқылы, мынандай извечный вопрос бар, мен көп араласатын бизнесмендердің ішінде. Мен неге миллиардный бизнес істей алмай жатырмын деген сұрағының жауабы осы жерде. Может быть, сіз миллиард ақша жоқ рынокта жұмыс істеп жатқан шығарсыз. Вопрос просто өте оңай жауабы. Соны түсінген кезде
өте чық көзіңіз ашыла қалады да бірден. Мысалы көбісі айтады, мен миллиардный доллар оборот жасағым келеді дейді. Бірақ өзі 200 миллион доллар, 100 миллион доллар рынокта находится. Еще ол рынокта 100 деген конкурент бар да. Скорее всего, никогда не будете миллиардной компанией. Дәл сол сұрақтың жауабын осы критерий арқылы аласыз. Үшіншіден, нарықтың трендтері өте важный. Трендті түсіну керек. То есть, сіздің нарығыңыз өсіп келе жатқан нарық па, төмендеп келе жатқан нарық па, әлде стагнировать етіп тоқырауда тұрған нарық па? Ол екіншіден, сіздің нарығыңызда сезонный влияниялар бар ма? Үшіншіден, импортозамещение. То есть, сіздің нарығыңызда қаншалықты импортный сыртқы компаниялар көп, или сіздің нарығыңызда қаншалықты импортный товарлар көп, соның процентажын түсіну керек. Потому что импортозамещение өте мықты тема тоже. Одан кейін ең басты осы үшеуін түсініп алғаннан кейін енді бәрін түсініп, болады екен, мына нарықта жұмыс істеуге болады екен, мына сегментке кіруге болады екен, мынандай тренд бар екен дегеннен кейін ең важный анализ это анализ целевой аудитории. То есть сіз целевой аудиторияңызды түсінбесеңіз, сіз бизнесіңізді түсінбейсіз. Көп бизнесмендердің қателігі, мен өзім араласып жүрген, қандай бизнеспен айналысасың, қандай ниша десе, ол товарын айтып шығады. А олардың бизнесі это их целевая аудитория. Соны түсіну керек. Ол кәдімгі, опять же, оңай нәрсе. Каздев деген инструмент бар, то есть опросник. Сол опросниктер арқылы сіз клиенттерді қаншалықты көп опрос жасаған сайын түсінесіз. 3-ақ сұрақ, 4-ақ сұрақ. Потребность клиента, боль клиента, потребность клиента, желание клиента. Және де екі нәрсе бар тағы да. Ожидание от продукта. Именно измеримые ожидания от продукта. Что ожидает клиент от твоего продукта? Сосын ожидание от подрядчика, то есть от бизнеса. Или басқаша айтқанда фактор выбора. Қандай фактор влиять етеді таңдауға? Жоқ, мен мына компанияны аламын или мына компанияны аламын деген сияқты. Соны түсінген кезде сіз уже бизнес компания клиентіңізді түсінесіз, целевой аудиторияңыз. А целевой аудиторияны түсінді деген сөз, ол сіз бизнесіңізді түсінді деген сөз. Одан кейін ең соңғы анализ жасау керек, талдау керек нәрсе ол конкуренттер. Сіздің нарығыңызда қанша конкурент бар, олар не сатып жатыр, кімге сатып жатыр, не үшін сатып жатыр, қалай сатып жатыр, қаншаға сатып жатыр, и ол клиенттерді қаяқтан алып жатыр, и қалай алып жатыр. Бұл не үшін керек? Әр нәрсенің өзінің целі бар, әр анализдің. Конкурентті зерттеу, ол сізге дополнительно идея береді. Екіншіден, конкуренттердің слабый жақтарын жазып алған кезде сізге идея, соның слабый жақтарын мықтыға ауыстырсаңыз, сізде конкурентное преимущество пайда болады. Вот видите, нарықты талдау арқылы сізде уже стратегический видение пайда болды да. Одан кейін стратегияның соңғы несі масштабтаудың жолдары, то есть варианты масштабирования. Бизнесті қалай масштабировать етемін? Всего лишь основной екі-ақ стратегиясы бар. Бірінші, бизнесті өсудің горизонтальный жолы бар. Горизонтальный өсу деген ол чисто количественный рост. То есть яғни компания филиалдары мен точкаларын көбейтеді, болды. Бұның ценный конечный продукция бұл стратегияның. Рост выручки, все. Ал вертикальный рост бар. Вертикальный рост бұл уже качественный рост. Бұл жерде компания өзінің технологиясын, білімін, болмаса инструменттерін жаңа деңгейге шығару арқылы өзінің операционный расходтарын төмендеткен кезде оның маржасы өседі. Сонда вертикальный өсудің ценный конечная продукция это уже рост маржи, то есть прибыли. Либо вертикальный өсудің келесі түрі бар, ол жаңағыдай дилерден производительге интеграция жасау компания. Простой пример, компания Лукойл, который мен жұмыс істеген. Ол компания мұнайды өндіреді, ол компания мұнайды перерабатывать етеді, ол компания мұнайды өзі доставлять етеді, ол компания өзінің АЗС-тер арқылы сатады. Сонда ортадағы бүкіл анау перекупщиктердің бәрін ысырып тастау арқылы ол өзінің маржасын өткізіп өсіріп тастайды да. И соңында үлкен ақша қалады түбінде өзінде. Вот осы екі основной стратегия роста бар. Енді бұны әрине там комбинировать ететін гибридный модельдер шығара беруге болады. Мысалы басқа рынокқа өту или там диагональный өсу деген. Бірақ основа осы екеу. Ары қарай уже өзіңіздің идеяңыз, жаңағыдай творчествоңызбен кете бересіз. Мысалға, например, кімді айтатын болсақ, жаңағыдай KFC компаниясы. Ол вертикально да, горизонтально да өседі. То есть ол өзінің технологиясында бәрін дамытып отырады да, и количественно да өсіп отырады. Да, негізі үлкен миллиардный компаниялар осы екі өсуді гибридні дұрыс пайдалана алуында болады. Көбінде. Енді осы этаптың нәтижесі ретінде X-матрица деген кайдзенде күшті құрал бар. То есть бұл A3 бір парақ, осы A3, A4, A3 бір парақта жазылған толық стратегияңыз бір парақтың бетінде қалған. Енді қалың кітап емес стратегия. Просто бір парақтың бетінде сіздің стратегияңыз жазылады. Мына өзіңіз экранда презентацияда көріп тұрғандай. Енді кейс ретінде айтып кетейін, осы стратегия байланысты Даму құрылыс групп деген компания бар. Строительная компания, которая обслуживает нефтяные объекты. Осы компанияда мен шақырған, то есть осы стратегия бойынша бұлардың проблемалары, компанияның миссиясы, құндылықтары және видениялары анықталмаған болатын тұғын. Мен решение ретінде айтқам, давайте стратегический сессия жүргізейік.
То есть олардың топ менеджерлары мен акционерлерін жинап алып, бір күнге жабылып, бір кабинетке от души там брейншторм жасап, стратегия сессия өткіздім. И соның результаты ретінде компания өзінің миссиясын анықтап, алдағы 3-5 жылға видениесін жазып алды. Все, от души довольны ушли. Енді бонустар. Бағана обещать еттім ғой, 3 бонус. Ол деген не? Бірінші бонус ол бесплатный разбор. То есть 5 адамды осы айда таңдап алып, олардың бизнесына осы технология арқылы тегін разбор жасап берем. Он қалай болады? Онлайн болады разбор. Видеозвонокпен примерно 30-60 минуттан аспайды. Разборда сіздің запросыңызға байланысты бизнесті жіліктейміз, кәдімгі жіліктеп тастаймыз жаңағыдай. Сосын узкий горлышкаларын табамыз. Сосын точка росталарын анықтаймыз. По идее, сіз разбордан кейін дайын кәдімгідей пошаговый план масштабирования своего бизнесамен кетесіз ғой, риза болып. Екінші бонус ол шаблон документов. Мынау жаңа осы презентацияда көрсетілген бүкіл шаблондар бар ғой. Шаблон X матрицасы, шаблон там опросник Каздева, бизнес-модельдің шаблоны, план коммуникации шаблоны, RNP отчетының шаблоны, скрипт продажның шаблондары, одан кейін тест маслау, одан кейін команда образование, 2 мықты кітап бар, сол 2 кітапты жіберем. Каздев бойынша 1 мықты кітап бар, соны жіберем, спроси маму деген. Одан кейін 5 пороков команды деген кітап бар, и почему не все люди любят ходить на работу деген 3 кітап жіберем. Сонда получается осы нәрсе бар. Сосын үшінші бонус, менде основы кайдзен деген 1 сағаттық видео сабақ бар. Соны бесплатно подарю вам. Оны көрген кезде сіздің басыңызда уже все. Кайдзен деген не деген ми ашу болмайды. Четкий, осындай пошагово тық түсіндірілген сабақ. Бонустарды сіздің номеріңізге жіберуім үшін осы видеоның описаниесінде анкетаны толтыруыңыз қажет. Астында ссылка қалдырдым. Либо описанияда, либо комментарийде тұрады менің атымнан. Соны толтырасыз, мен үшеуін тық жіберіп тастаймын. Бір күн, 2 күннің ішінде, Құдай қаласа. Сол осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мен сіздерге әрқашан пайдалы болуға қуаныштымын. Кездескенше күн жақсы.